Биыл Қалибек Қуанышбаевтың туғанына 120 жыл. Өнер иесі көпшілікке еркін далада ел алдына шығып өнер көрсетіп, жалғыз өзі бірнеше адамның образына еніп, таларыс керіс, жанжалға жақын кейіпкерлерді жан тәнімен беріліп сомдайтын актер ретінде танылды. Өз сомдаған рөлдерде жатып шер жалқау, теріс пиғылды пасық жандарды сынға алып отырды. Актер сахнада 150-ден астам рөлді сомдаған. Әр образдың өзіне тән қайталанбас қимыл қозғалысын, мінезі мен ішкі жан құбылыстарын дәл тауып ойнайды. Ол 1937 жылдан көркем фильмдерге түсіп, қазақтың ұлттық кино өнерін дамытуға мол үлес қосты. КСРО-ның және Қазақ КСР-ның халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Астанада Қалибек Қуанышбаевтың құрметіне орай және жаңа маусымның ашылуы алдында абыз актер Қаллеки тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Қаллеки бұл қазақ театры деген ұғымның символы. Ол кісінің жасаған образдар туралы өнердегі өмірі барлығы зерттеу еңбектерде жазылған, айтылған. Адам ретінде енді ол нағыз дала театрын алып келген, даладай кең мінез құлқы, бүкіл болмысы, табиғаты, қазақ өнерінің корифейі кім десең, саусақпен бүйтіп нұқып, көрсетіп айтуға болатын үлкен тұлға. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының 23-ші жаңа маусымы Мұхтар Әуезовтің Абай трагедиясымен ашылды. Қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әлімбек Оразбеков.